не бір қиын заманның куәсі, мың өліп, мың тірілген халықтың панасы. Дархан көңіл мен жомарт мінездің қайнар көзі, ерлік пен еліктің отаны. Осынау елімізге пандемия кезеңінде біз Үшарал қазақ гимназияның әкімшілігі терең бақыт деп Абай атамыз айтқандай, егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек, ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек деп әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби айтқандай. Бүгінгі күні еліміздегі жағдайға байланысты адамдардың барлығына бір мотивация, қолдау, бір жақсы көңіл күйлер қажеттілігі туындап отыр. Сондықтан бүгінгі біздің мына бір бастамамыз өзіміздің жерлестерімізге, басқа адамдарға көңіл күйлерін көтеруге, өздерін өздері дамытуға жаңағы бір кішкентай болса да үлес қосса екен деген ойдамыз. Өйткені біздің ойымызша карантин деген уақыт ол бір сол уақыттың барлығын уайым қайғымен өткізу емес, керісінше өзін-өзі жетілдіруге, шығармашылық жұмыстармен айналысуға, кітап оқуға, тіпті сол жанұяның ішінде бір-бірімен қарым-қатынастар жасап, бірін-бірі жаңа қырларынан танып білуге деген бір мүмкіндік бер деп ойлаймыз. Сондықтан жіберіп алмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Елімізде болып жатқан, әлемді алаңдатып отырған жағдайға барлықтарыңызды жақсылыққа сеніп, тәртіпке көніп үйде отыруға кеңес береміз. Жағдай еліміздің болашағы балалардың білім алуына кедергі болмауы керек. Сондықтан бәріміз ата-ана, мұғалім, оқушы бірігіп, қашықтықтан оқу жолымен білім алуға шақырамыз. Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік. Біз рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге жеңеміз. Қуаныштан желпілдесін түндігің, бар халықтың бірлік болсын үндеуі, халқы мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін. Қабыл алда риза бол, жаратқанның сынағын, елге түскен өтер бастан, сәл шыдасаң мына күн. Ошақ бөлек болғанмен отан ортақ бауырлар, үйден шықпа, елді сақта, үйде қазір жұмардың.